Басты кейіпкерлер анимеде жарықтық жақта, яғни жақсылардың арасында болатыны белгілі. Бірақ сен анимеде басты кейіпкер қылмыскер болғанын көрдің бе? Егер көрмесең, бұл анимелер өте қызық болады. Онда бастайық. Қазір мен саған басты кейіпкерлер қылмыскер болып келетін ең қызық анимелерді айтып беремін. Кеттік. Блин, амандасып ұмытып кеттім ғой. Ассалаумағалейкум достар. Енді кеттік. Код Гиас. Аниме Британия империясы Жапонияны басып алып, оны 11-ші аймақ деп атағанынан басталады. Басты кейіпкер Лилуш Лампируш Британия империясының бұрынғы ханзадасы. Анасы қайтыс болып, қарындасы соқыр болғаннан кейін, ол 11-ші аймақта жасырын өмір сүреді. Бір күні ол көтерілісшілер мен Британия әскері арасындағы қақтығысқа кездейсоқ тап болады. Қашу кезінде ол ЦЦ есімді жұмбақ қызбен кездеседі. Ол оған Гиас күшін береді. Адамдарды өзінің еркіне бағындыру қабілеті. Ойлаңдаршы, егер ол оларға өзіңді жарақатта десе, дәл сол бұйрықты олар орындайды. Осы ерекше күшті алғаннан кейін Лилуш оны Британия империясын құлату, отбасынан кек алу және қарындасы Нанали бақытты өмір сүретін әлем құру үшін пайдалануға шешім қабылдайды. Осылайша ол Зеро лақап атымен көтерілісшілердің жұмбақ жетекшісі ретінде жолын бастайды. Маусым саны 3, жалпы алғанда 62 бөлімнен тұрады. Тетрадь смерти. Бір күні Ягами Лайт есімді мектеп оқушысы аспаннан дәптердің құла бара жатқанын көреді. Және сабақ біткеннен кейін ішін ашып қараса, оның ішінде заңдар жазылып тұр екен. Ол жерде былай айтылған: егер бұл дәптердің ішіне адамның атын жазсаң, ол 40 секунд ішіне жүрек тоқтауынан қайтыс болады. Біздің басы кейіпкеріміз енді әлемдегі барлық қылмыскерлерді өлтіруге шешім қабылдайды. Бір күні бүкіл әлемге атақты Л лақап атымен танымал детектив қарсы шығады. Бұл детективтің не түрі, не есімі де белгісіз. Енді бұл шайқаста кім жеңеді? Есімі мен түрі белгісіз детектив пе? Атын жасы өлтіретін қылмыскер ме? Бұған жауапты анимеден көресіңдер. Анименің маусым саны 1 және бөлім саны 37. Патриотизм Мориарти. Бұл аниме туралы өткен видеода айтқан едім, бірақ сюжет жағынан бір сөзде айтқан жоқпын. Ал қазір онда сендерге не туралы екенін айтып берейін. Аниме Патриотизм Мориарти 19 ғасырдың соңындағы Англияда басталады. Онда әлеуметтік теңсіздік үстемдік етеді. Қоғам байлық пен билікке ие ақсүйектер мен кедейшілік пен әділетсіздіктен зардап шегетін қарапайым халыққа бөлінген. Басты кейіпкер Уильям Джеймс Мориарти математика профессоры және жасырын стратег. Ол ағалары Альберт пен Луиспен бірге әділдікке негізделген жаңа әлем құру үшін қазіргі әлеуметтік құрылымды жоюды жоспарлайды. Алғашқы эпизодтарда Уильям өз табандылығын көрсетіп, айлакер жоспарлар арқылы қарапайым халықты қорлайтын қатыгез ақсүйектерді жазалайды. Оның әдістері тапқыр әрі зұлымдылықты, өзін-өзі құртуға мәжбүрлейтін манипуляцияларды қамтиды. Осылайша, оның теңді күшін күресетін қылмыстық кеңесші ретіндегі жолы басталады. Маусым саны 2, жалпы алғанда 24 бөлімнен тұрады. Пираты Черной лагуны. Аниме Пираты Черной лагуны Жапониядағы кеңсе қызметкері Рокуро Кадзиманың оқиғасынан басталады. Оны маңызды құжаттармен іс-сапарға жібереді. Бірақ оның кемесін Қара лагуна деп аталатын кемеде жұмыс істейтін қарақшылар басып алады. Қарақшылар түрлі мінезді адамдардан тұрады. Батл Реви, тәжірибелі капитан Дач және сатиралық техник Бенни. Олар Рокураны тұтқынға алады. Бірақ көп ұзамай оның тасымалдап жатқан құжаттарының өте құнды екенін түсінеді. Оқиғалар барысында Рокура қарапайым өмірге оралу орнына өзі жұмыс істеген корпорацияның оны сатып кеткенін біледі. Ол қарақшыларға қосылып, олардың қауіпті әрі хаосқа толы әлемінің бірі болуға шешім қабылдайды. Маусым саны 3, жалпы алғанда 29 бөлімнен тұрады. Қарауға кеңес беремін. Гангста анимесінің оқиғасы қылмыс пен зорлық-зомбылық билеген Эргас Тулум атты ойдан шығарылған қалада басталады. Басты кейіпкер Николас Браун мен Уирик Арканджело жалдама жігіттер деген атпен танымал. Олар мафиялық топтар мен полиция үшін қауіпті және лас тапсырмаларды орындайды. Бір миссия барысында оларға қаланы үрейлендірген банданы жою тапсырмасы беріледі. Барлығын өлтірудің орнына олар Алекс есімді қызды құтқарады. Алекс бандиттер үшін жұмыс істеуге мәжбүр болған еді. Ол Николас пен Уориктің тобына қосылып, қаланың қараңғы әрі қатыгез өмірінің куәсі болады. Сюжет барысында Николас пен Уориктің өткен өмірінің құпиялары және сумерктер деп аталатын ерекше қабілетке ие адамдармен байланысы ашылады. Олар бұл әлемде маңызды рөл атқарады. Маусым саны 1 және 12 бөлімнен тұрады. Негізінде басты кейіпкер қылмыскер болып келетін тағы 2-3 аниме білемін. Бірақ олар сендерге ұнайды деп ойламаймын. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркел. Қазақша аниме контентін дамығанын қаласаң, бұл видеоның астына коммент жазуыңды сұраймын. Себебі сенің сондай кішігірім
кішігірім әрекеттерің арқылы мен үлкен шабыт аламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңа үлкен рахмет. Сендермен болған бірлік тап. Келесі кездескенше.